Қалдарыңыз қалай достар, госзакуп номері бір сабағы бізде практика бойынша болса, тендер іздеу, тендерге анализ жасау деген секілді. Бүгінгі тақырып бізде договорға, реестрға, және де ЗЦП, открытый конкурс деген заттарға байланысты. Достар, бүгін бізде госзакуп номер 2 сабағы. Бүгінгі тақырып договор, оның орналасқан жері және договорға обзор. Реестр недобросовестных участников, яғни черный список, ЗЦП және де ОК айырмашылығын талқылаймыз. Ең бірінші договормен танысайық. Договорда оқу, өз құқықтарыңызды білу, ол міндет достар. Договормен танысу үшін документация бөлімінде контракт project деген батырманы басамыз. Давайте қазір мен сіздерге соны көрсетейін. Міне бізде документация, осы жерде проект договора, перейти. Осыдан біз ашамыз контракт project, қондырамыз. Достар, договорды бір рет оқысақ бізге жеткілікті болады. Мен қазір негізгі бөлімдеріне тоқталамын, ал сіздерге толықтай барлығын оқуға кеңес беремін. Договордан бірден орысша бөліміне өтеміз. Осы жерден бізге керегі сумма договора и условия оплаты деген. Міне бізде 2-2 достар. Оплата за поставленный товар производится заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика не позднее 30 календарных дней с даты подписания сторонами акта прием передачи товара. Яғни қол қойғаннан кейін актке 30 күн ішінде ақша аударады. Ақшаны 1-ші күні аударуы мүмкін, 10-ші күні, 20-ші күні аударуы мүмкін, 30-ші күні де аударуы мүмкін достар. Сол себепті тек күтеміз. Енді басқа ештеңе істей алмаймыз бұл жерде. Әрине, бухгалтерлерге жазып, сұраған дұрыс. Саламатсыз ба, ақша аударып жібере аласыз ба, бюджетте ақша бар ма деген секілді. Кейде ақша болмай қалуы да мүмкін. Әрдайым бұл заказчиктің қолындағы зат емес. Енді келесі 2-4. Необходимые документы, предшествующие оплате. Подписанный договор, накладная, акты приема передачи товаров, отчет о внутристрановой ценности, электронная счет-фактура. Ең бірінші подписанный договор әрине. Договор келеді, договорға қол қоямыз. Одан кейін накладная. Накладная на отпуск запасов деген документ. Ол товар бізден шықты, заказчикке жетті деген қағазымыз. Накладнойға қол қойылған жағдайда заказчик товар жеткеніне келісім береді. Сол себепті достар, заказчикке міндетті түрде әрдайым накладнойға қол қойдыртыңыздар. Көбісі түсінбей қалуы мүмкін. Көбісі ойлайды, накладной деген товар қабылданды деп. Жоқ, олай емес, заказчикке де түсіндіріңіздер. Накладной товар заказчикке жетті деген қағаз. Сол себепті оған қол қойдырту міндет. Менде мынандай болды. Товарды заказчикке апардым, накладнойға қол қойдыртпадым, және де заказчиктің жұмысшылары барды да мен товарымды қолданып бұзып тастады. Газонокосилка деген товарым бұзылып қалды. Енді мен оларға айттым, давайте маған ақшамды аударыңыздар десем, сен товарың келген жоқ қой дейді. Қалай товарым келген жоқ десем, накладной жоқ қой сенде дейді. Яғни солай, накладной товар келді деген сөз. Накладнойсыз товарларыңыз заказчикке жетті деп есептелмейді. Одан кейін акт прием передачи. Акт прием передачи ол бізде электронный документ, госзакупки арқылы жіберіледі. Акт прием передачи қалай толтыру керек, қалай жібереміз. Ол бізде видео инструкциясы бар. Акт прием передачи товар қабылданды деген. Акт прием передачи 100% қабылдаймыз деген документ. Яғни, егер товар сай болмаса, олар отказной акт жазып береді. Яғни, товар сай емес деген. Ал товар тек қана техникалық спецификациямен өлшенеді. Яғни, заказчиктің желаниясы емес, оның техникалық сипаттамасына байланысты сай болу керек. Одан кейін отчет о внутристрановой ценности, бұл актпен бірге толтырылады. Электронный счет-фактура, онда инструкциясы бізде бар. Келесі бізде обязательства сторонның бір бөлімі бізге қызық. Бұл бізде 3-ші. При исполнении своих обязательств по договору обеспечить соответствие товаров требованиям, указанным в приложении 2 к договору. Техническая спецификация. Яғни, бұл жерде айтылып тұр. Техникалық спецификацияда не жазылып тұр, соны орында деп тұр. Егер де сіздер орындамасаңыздар, заң бұздыңыздар деген сөз. Осы договордың шарттарын бұзып отырсыздар. Егер де заказчик айтады, жоқ, маған тех сипаттамадағы емес, одан да күшті товар, одан да нашар товар әкел десе, достар, бұл болмайды, бұл шарт бұзу. Кез келген уақытта заказчик товарды просто қабылдамай қалуы мүмкін.
олай болмау үшін, пожалуйста, техникалық сипаттамаға сай товар апарыңыздар. Келесі бізге қызығы енді ол ответственность сторон деген. Ответственность сторон бізде 7-ші бөлім болып тұр. Бізде мына жақта міне жазылған 7.3. В случае просрочки сроков поставки товара заказчик удерживает с поставщика неустойку в размере 0,1% от общей суммы договора за каждый день просрочки. Яғни бізде процесс былай жүреді. Мысалы, тендер 1 миллионға. Әр кешіккен күніміз үшін біз 0,1% төлеуге міндеттіміз. Мына презентациямен нақтырақ көрсетейін. 1 миллионның 0,1%-ы 1000 теңге. Енді мінеки. Бізге 15 күн заказчик беріп тұр техникалық сипаттама бойынша. Біз товарды 20 күнде әкелдік, 5 күнге кешіктік. Осы кешіккен 5 күн үшін біз штраф төлейміз. Әр күніміз 1000 теңге. Миллионның 0,1%-ы 1000 теңге ғой. Сол 1000 теңгені 5 күнге көбейтеміз де 5000 теңге штраф төлейміз. Бұл бізде, достар, енді договор туралы болған болатын. Енді договорға қол қою процестері қалай жүреді? Ең бірінші протокол итогов шығады. Протокол итогов ол тендердің результаты. Протокол итогов шыққаннан кейін сіздерге бірден осындай договор на согласование жібереді. Яғни келісімге. Ол жақта қол қою ешқандай процесс жоқ. Ол жақта сіздер өздеріңіздің реквизиттеріңізді толтырасыздар да заказчикке жібересіздер. Бізде оның видео инструкциясы бар. Одан кейін договор на подписание болады. Договор на подписание, яғни договорға қол қою. Договорға қол қойғаннан кейін ғана барып, уже бізде барлығы есептеледі. Не есептеледі дейсіздер? Договорға қол қойғаннан кейін ғана барып, товар қабылданады. Договорға қол қойғаннан кейін ғана барып, бізде 10 күн обеспечение, антидемпинг деген темалар басталады. Оған дейін бізде ештеңе жоқ. Тек қана договорға қол қоямыз, содан кейін бәрі іске асады. Міне осы презентация бойынша көріп тұрған боларсыздар. Договор на согласованияға 5 жұмыс күні беріледі. Договор на подписанияға 3 жұмыс күні беріледі. Общий бізде 8 жұмыс күні шығады. 8 жұмыс күні дегеніміз 10 күнтізбелік күн, яғни 10 календарный день. Онда қарап отырсаңыздар, достар, біз осыны да өзіміздің мақсатымызда пайдалана аламыз. Бізге 5 жұмыс күні беріп тұр деген сөз, 5-ші күні де қол қоя аламыз біз осы договорға. 3 жұмыс күн деген 3-ші күні де қол қоя аламыз. Яғни 10-шы күні біз общий қол қоюымызға болады. Яғни тендердің результаты шығады, барлық договорды соңғы күні қойып жүрсек, біз сонда 10 күн экономдаймыз. Бұл бізге товар әкелуімізге өте жақсы. Давайте мен осыны сіздерге мысалмен көрсетейін. Товар Қытайдан заказчикке 30 күнде жетеді деген мысалмен қарайық. Давайте мен сіздерге мына сызбаны түсіндірейін. Ең бірінші, мына таяқша бізде товардың келетін күні. Мына алтын таяқша бізде штраф болмайтын күндер. Яғни міне договор на подписаниядан кейін бізде бәрі басталады. Договор на подписанияға дейін бізде вообще 10 күн бар. 10 күнді полностью арнаймыз. Одан кейін бізге тағы да 15 күн береді поставщик. Жалпы поставщик 15 күн береді орташа есеппен. 15 күн, сонда 25 күн бізде уже товар жолда келатыр. Хотя біз жай ғана договор создық, уже 25 күн бізде бар. Әрі қарай 5 күн кешіктік, сонда товар общий заң бойынша 20 күн келген сияқты болады. Ана 10 күн, договор на подписанияға дейінгі 10 күн саналмайды. Сонда бізде общий 30 күн болғанмен, по факту 20 күнде біз товар әкеліп тұрмыз. И 5 күннің ғана штрафын төлей қоямыз. Ары қарай, достар, енді жалғастырайық. Черный список, реестр недобросовестных участников деген. Реестр недобросовестных участниковқа қандай себеппен жалпы бізді жібереді? Ол жаққа кірудің себебі договор на согласование, на подписанияға қол қоймау, антидемпинг және кепіл сомасын, яғни обеспечение исполнения договора сомасын енгізбеу 10 жұмыс күн ішінде, шартқа қол қойып міндетті орындамау, тоже черный списокқа жібереді. Шартқа көрсетілген уақыттан кешіксек товарды апарып, тоже черный список, техникалық спецификация сай талаптар орындалмаса, яғни кешіксек деген, достар, бұл әрине енді пеня төлемей вообще бір жылға кешіксек черный списокқа бізді жібереді. А бұлай жайдан жай енді ешкім черный списокқа жібермейді ғой. Черный списокқа кеткен жағдайда 2 жыл бойы мемлекеттік сатып алуға қатыса алмайсыздар. BIN және де IN автоматты түрде 2 жылға блокталады. Сізбен мемлекеттік мекеме әрине жұмыс жасамайды. Госзакупки, Самұрық, Митворк, Нацбанк порталдарында автоматты түрде тоже черный списокқа кетесіздер. Шартқа уақытылы қол қойыңыздар, антидемпинг пен обеспечение заявки уақытылы салыңыздар,
жауапкершілікті достар өз мойындарыңызға алыңыздар. Қалай дегенмен бұл бизнес, қалай дегенмен бұл мемлекетпен, банктермен жұмыс, оларға товар керек. Егер күштеріңіз жетсе апарыңыздар, күштеріңіз жетпесе, пожалуйста, ешкімнің берекетін алмай, даже кірмей қойған жақсы. Біз апармайтынымызды біліп тұрмыз да, лучше кірмей қойыңыздар ондай тендерге. Күшіміз жететін заттарды жасайық. Енді двухсторонний рассаждение туралы айта кетейін. Тапсырыс беруші мен жеткізуші келісіп шартты мерзімнен бұрын бұза алады. Бұл екі жақты келісім негізінде тоқтату деп аталады, яғни двухстороннее расторжение по соглашению сторон. Жұмысты, қызметті жалғастыру тиімсіз болса, заказчик техникалық сипаттамада қате жіберсе, онда осылай двухстороннее расторжение жасалады. Двухстороннее расторжение жасалғанда сіздер черный списокқа кетпейсіздер. Ал манағы мен айтып жатырғаным, ол одностороннее расторжение, яғни сіз өз міндеттеріңізді орындамасаңыздар, односторонний болады, ал заказчикпен келіссеңіздер, двухстороннее расторжение болады. Бірақ 99% жағдайда заказчик сіздерге ешқандай да келісіп бермейді. Енді достар, запрос ценовых предложений мен открытый конкурстың айырмашылығын талқылап кетейік. Запрос ценовых предложений бұл барлық талаптар орындалған кезде ең төменгі бағаны ұсынған поставщик жеңімпаз деп аталатын сатып алу тәсілі. Яғни түсініп тұрған боларсыздар, біз бұл жерде ештеңе істей алмаймыз, заказчиктің техникалық сипаттамасын қараймыз да, соған 100% келісім береміз де, тек төмен баға беріп қатысамыз. Запрос ценовых предложений бір жылға заказчик сол позициядан 8000 МРП-ден асырып ештеңе ала алмайды. Яғни бұл бізде қанша? Бұл бізде шамамен 32 миллион теңгедей болып қалады. Запрос ценовых предложений қысқаша ЗЦП ценовка деп атайды. Обеспечение заявки оған 3% болады, ал порталда ол тек қана 3 күн бойы жарияланып тұрады. Әдісі оның осылай жүреді. Запрос ценовых предложенийда заказчиктерде өздерінің техникалық сипаттамасы бар. Бұл бізде тек қана баға бар. Біз тек баға ұсына аламыз. Заявка береміз, заказчик бағаны көрмейді, бағаны автоматты түрде порталдың ботына, яғни роботқа жібереді. Робот өзі жеңімпазды анықтайды төмен баға бойынша. Әрі қарай открытый конкурс. Бұл сатып алу тәсілі, онда жеңімпаз тек ең төмен бағамен ғана емес, сонымен қатар сапа, тәжірибе, сәйкестік және басқа критериялар бойынша анықталады. Ол ірі және күрделі сатып алуларда қолданылады. Бұнда ақша ғана емес, жеткізушінің сенімділігі мен кәсібилігі маңызды. Обеспечение заявки госзакуп порталында 1%. Открытый конкурсқа жарияланғаннан кейін қатысуға 7 жұмыс күні беріледі. Қараңыздар, енді мына презентация бойынша открытый конкурста техникалық сипаттама заказчикте бар, техникалық сипаттама поставщикте бар. Яғни біздер, поставщиктер техникалық сипаттаманы толтырып заявка береміз. Біздің техникалық сипаттама заказчиктікмен бірдей болуы мүмкін, заказчиктікінен мықтырақ болуы мүмкін, заказчиктен төменірек болуы мүмкін. Және де баға. Енді процесс қалай жүреді? Біз өзіміздің бағамызды енгіземіз, техникалық сипаттаманы толтырамыз, заявка береміз. Заявка бергенде заказчик солаймен бағаны көрмейді. Заказчик тек техникалық спецификацияны салыстырады. Екі техспекан бүйтіп ашып қойды, салыстырады, қайсысы жақсырақ екен деп. Және де, егер бәрі сай болса, бағаны роботқа жібереді, робот бағаны жеңімпазды анықтайды. Ал егер бәрі ұнамаса заказчикке, товарымыз сай болмаса, ол бізді тендерден шығар жібере салады. Енді мына кесте бойынша қарай жіберейік. Жариялану суммасы, ценовка бізде 8000 МРП-ға дейін открытый конкурс кез келген суммаға жариялана береді. Заявка беру уақыты ценовкаде 3 жұмыс күні, открытый конкурста 7 жұмыс күні. Қатысу шарттары ценовкаде қарапайым көп құжат қажет емес, открытый конкурста тәжірибе сұрап қалуы мүмкін, специалистерді сұрап қалуы мүмкін, андай официальный дилерсің ба деген хат сұрап қалуы мүмкін, енді баға әрине талап етіледі. Бағалау критериі тек қана баға ценовкаде, открытый конкурста баға, сапа, тәжірибеде рөл ойнап қалуы мүмкін. Жеңімпазды таңдау ценовкаде портал автоматты түрде таңдайды, открытый конкурста комиссия құжаттарды тексеріп бағаны робот көреді бірақ. Новичоктың жеңу мүмкіндігі ценовкаде жоғары, открытый конкурста төмендеу. Осымен бізде документация аяқталды, достар, барлығы түсінікті болды деген ойдамын бүгінгі сабақ бойынша. Назарларыңызға рахмет, күндеріңіз жарық, көздеріңіз ашық болсын.